Қасым-Жомарт Тоқаев үкімет отырысында әлеуметтік экономикалық реформаларға анализ және мониторинг жасау орталығын құруды ұсынды. Яғни президент жалпы экономикамыздың даму бағытын нақты айқындап, ақсаңдап тұрған салаларды жетілдіру керектігін айтты. Қазір бізбен тікелей байланысқа Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының ғылыми қызметкері, саясаттанушы Жасұлан Майлыбай шықты. Жасұлан Асқарұлы, жалпы бұл қадам не үшін жасалып отыр? Рахмет сізге сұрағыңыз үшін. Бұл қадам президенттің өзі айтқан болатын, отырыста мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыру керек деді. Бұл анализ және мониторинг орталығы осы мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттырудың бір бағыты деп қарастыруға болады. Мысалы, біздің стратегиялық институт стратегиялық мәселелермен айналысатын болса, бұл орталық нақты реформаларды зерделеумен, талдаумен айналысады. Бұл өз кезегінде мысалы үкіметтің нақты шешімдер және проактивті шешімдер қабылдауына ерекше ықпал етеді. Және бұл жерде бір ескеретін жағдай, бұл билік пен ғылыми ортаның бірлесе жұмыс жасауы, ол әрқашанда оңтайлы шешімдер табуға мүмкіндік беретін бірден бір жол деп қарастыруға болады. Сондықтан бұл өте маңызды бастамалардың бірі деп санаймын. Сондай-ақ президент бүгін түрлі форумдар мен қымбат көліктерге шығындала беруді доғару керек деді. Осы жайлы пікіріңізді білсек. Ол да сол жаңағы мемлекеттік басқарудың тиімділігінен шығып жатыр. Себебі кезек күткен мәселелер өте өзекті болғандықтан, мұндай қосалқы міндеттерді былайша айтқанда ысыра тұрып, нақты бір бағыттағы жұмыстарға қаражатты жұмсау тиімді болмақ. Сондықтан да президенттің ұсынысы, айтқан тапсырмасы өте орынды және қазіргі таңда керек. Жасұлан Асқарұлы, енді қаражат демекші, мемлекет басшысы ұлттық қорға тиесілі қаржыны арада түрлі қорлар ашып, талан-таражға түсіріп жатқан жағдайлар кездеседі деді ғой. Бұл бағыттағы жұмыстарды қалай жүйелендіруге болады? Негізінен бұл бағыттағы жұмыстар жаңағы ұлттық қордың негізгі маңызын президент өзі нақты айтып кетті. Бұл бағыттағы жұмыс президенттің ойынша риск менеджментке құрылу керек. Яғни қауіп-қатерлердің алдын алып, сонымен күресіп, жақсы шешімдер ұсыну үшін. Мысалы, ол жерде президенттің айтқаны, яғни қордың қаражатын нақты жобаларға және пайдалы бағыттарға жұмсау арқылы көбейту. Яғни бұл енді ар жақта халықтың қаражаты болғандықтан, бұны өте тиімді пайдалану және әртүрлі қауіп-қатерлерді ескере отырып, соған бейімделіп басқару осы қаражаттарды, сондай идеяны ұсынды президент. Пікіріңізге рахмет, құрметті көрермен. Естеріңізге салай, Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының ғылыми қызметкері, саясаттанушы Жасұлан Майлыбай тікелей байланыста болды.